Жайсаң жерұйыққа саяхатымыз жалғасын тауып, кезекті шығыстың сұлулыққа толы мекені Рахман қайнарына жолға шықтық. Рахман көлі. Сапарымыздың алдында бұл өлке жайлы аз ғана ақпарат білетінмін. Жұрт арасында көл суы әдемі, тау бөктеріндегі қайнар көздің суы шипалы емдік қасиеті бар дейді. Ендеше бұл мағлұматты өз көзімізбен көріп қайтайық. Жол бойы айналадағы табиғат көрінісі ғажап, тіптен сөзбен айтып жеткізу қиын. Аспанмен астасқан заңғар таулар, саф таза ауа, мөп-мөлдір көл суы, жайқалып өскен балқарағай, шырша ағаштары нағыз керемет деп осыны айтуға болады. Бірақ тау бөктеріндегі тасты жолмен жыпына қалған ағаштың дері аздап көңілді түсіреді. Осыдан 10 жылдай бұрын орын алған жайсыз оқиға сұлулық атаулының қаншалықты нәзік екендігіне көз жеткізді. 2008 жылы аталмыш өлкенің орман алқаптарын өрт шалып, мына әсемдіктің бәрін жермен жексен ете жаздады. Табиғи апаттың салдары әсемдікті осы кейіпке алып келтірді. Дегенмен, бұл орман қайта орнына келетініне сенемін. Теңіз деңгейінен 1800 метр биіктікте орналасқан шипалы су аймаққа сан алуан туристердің қызығушылығын арттырды. Сол себепті 1960 жылдары Рахман қайнары атты шипажай бой көтерді. Ал емдік қасиеті мол шипалы су демалыс орнының басты мақтанышы. Шипажайдағы үйлердің бағасы 60.000-90.000, 120.000 теңге. Тамақтану күніне 3 мезгіл 8,5 теңге тұрады. Қабылдайтын ем-дом шаралардың бағалары бұл бағаға кірмейді, құны бөлек. Ал бір күнге қыдырып барсаңыз, базаға кіру бағасы адам басына 1,5 теңге. Келген жұртшылық Рахман қайнарын Алтай жұмағы деп те атайды екен. Себебі мұнда келген адам сөзсіз табиғатына ғашық болмай қоймайды. Бұған менің де көзім анық жетті. Осы сұлулықты көру үшін жаңағы адреналин жолдардан жүріп келу өте тұрақты дүние екен. Мұндай табиғатта сіздер де келіп шығыстың осы Рахман қайнарларына келіп демалыңыз, сізге кеңес беремін. Бұл шипалы мекендегі қайнардың да өз аңызы бар. Рахман қайнардың аңызына келетін болсақ, Рахман есімді аңшылы бір күні аңшылық құрып жүріп, бұғыны жаралайды. Қансыраған бұғымыз аңшыдан қашқан күйі қайнарға кеп түседі. Аңшының бейнесін көрген бұғы ары қарай шауып кетіп қалады. Сол кезде аңшы бұл не деген қайнар көз, менің жараланған бұғым неге аяқ кетті деп таңғалады. Сол кезде өзі де өзінің ауырсынып жүрген аяғын суға салып көргенде судың ерекшелігін байқайды. Бүгінде сол аңызға айналған өлкеге мыңдаған адам сапарлап келеді. Ендеше шипалы судың маңыздылығын білейік. Рахман қайнары шипажайының негізгі емдік қасиеті табиғи минералды радон сулары болып табылады. Бұл орындардағы жер асты өзендерінде шипалы радон граниттің сирек кездесетін минералдарында болатын радиоактивті элементтерді ыдырататын өнімдер бар. Рахман қайнары Рахман көлінің жағасында орналасқан, оның градустық температурасы 21 және 41 градус болып келеді. Бұл Рахман қайнары азот кремнийлі минералды су емдік су ретінде пайдаланылады, және оны будай емдеу арқылы, асқазан шаю арқылы және асханалық су ретінде пайдалануға болады. Шығыс Қазақстандағы Рахман қайнарының табиғатының әсемдігі, ауасының тазалығы, радон суының пайдалылығы өзге елден асып түспесе кем емес. Таулы аймақтағы шипажай жыл бойы жұмыс істейді. Барыңыздар, көріңіздер.